майвезерлерің айтады, мен ақша үшін төбелесем дейді. Конкретно по факту мен ақша үшін төбелесем дейді. А бірақ қазақтың ежелгі сөзі бар, кедейдің кербезінен сақта деген. Біздің пайғамбарымыз айтқан ғой, күшті мұсылман әлсіз мұсылманнан жақсырақ деген. Отан үшін, атамекен жер үшін деген сияқты әңгімелер айтады да. Негізі ол сказка. Бірақ ол бірінші кезекте өзі үшін барады. Өзі үшін. Өзі үшін. Осы жерге сендер не үшін келдіңдер? Шынайы жауап беріңдерші. Келуіңе, қатысуыңа не себеп? Бірінші кезекте айтшы. Бірінші кезекте мен енді үміттендім жүлделі орыннан. Енді профессионал болып қатты жүгірмеймін. Бірінші рет осылай ақшалай сыйлық алып отырып тұрмын. Сен енді келесі рет дода болғанда, сен екінші, үшінші орын қалсаң, сен жаман боласың. Мынаны сезініп көрген адам қайтып осына шыққысы келеді ол. Емін еркек деген мінезі болса, еркектік қасиеті болса, ол қайтып шыққысы келеді осында. Ол ағам арманым болатын. Жоқсам ғой ағаммен. Ағаммен жоқсам ғой, кездессем ғой деп сондай арман болатын. Чемпион жігіт осы. Ағаммен күшті сөйлессек қой деген ой болған. Аллаға шүкір сөйлестік. Бірінші кезекте білім. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Міне бұл білім үшін келіп тұр негізі. Адам қай кезде мойындайды, сол кезде ол чемпион болады. Чемпион болады. Чемпион болады. Не үшін істеп жатқанын адам түсіну керек. Шықып! Мынандай сұрақта бүгін сендер осы додаға не үшін қатыстыңдар? Мысалы, оңай емес нәрсе ғой. Таңертең ерте тұрасың, мына жерге келесің. Былайша айтқанда автобустарда жүрмеген шығар сендер келген кезде. Таксимен келдіңдер, ол да расход былайша айтқанда. Мына жерге келдің, ол бұл сияқты біреу ет асып дайындап отқан жоқ бұл жерде. Жүгіресің, анау жаңағы алқынасың, мышцаларың ауырады. Былайша айтқанда оңай емес нәрсе. Бірақ осы жерге сендер не үшін келдіңдер? Шынайы жауап беріңдерші, әрқайсысы. Чемпион бауырым, сен не үшін келдің, айтшы? Шынайы жауап берші, шынайы андай бір жасырмай, мысалы, мықты болып көрінгің келді ма халықтың алдында, өзіңнің нәпсіңді жеңіп, өз-өзіңе дәлелдегің келді ма бір нәрсені, или бір мысалы ортада ерлердің ортасында жүреміз ғой. Мысалы, аңдардың өзінде мықтысы мысалы өзінің ұрпағын қалдырады да, әлсізі ұрпақсыз болып жоқ болып кетеді. В общем, таралмай қалады. Өмірде де жалпы мәдениетті түрде адамдардың арасында да сондай негізінде. Чемпион жеңеді, чемпион бүкіл мал-мүлікті, бүкіл дүниені алады, атақ абыройды алады. Былайша айтқанда өзінің болашағына дән егеді сол арқылы. А сенің бүгінгі мысалы осындай қиын жарыста келуіңе, қатысуыңа не себеп? Бірінші кезекте айтшы. Бірінші кезекте мен енді үміттендім жүлделі орыннан. Енді профессионал болып қатты жүгірмеймін. Енден жүгіруді бастап мен бұйыртса орын алам деп үміттеніп келдім. Жалпы негізі шындығы сол. Орынға үміттендім. Бұл да жақсы ма енді? Иә, әрине жақсы. Бірақ сен бірінші рет жеңіп тұрсың, иә? Бұл енді жүгіруді енді бастап отырмын. Бұған дейін сен бір жарыстарда жеңіске жеткен бе? Бұл енді үлкен мотивация болып отыр. Бірінші рет осылай ақшалай сыйлық алып отырып тұрмын. Бірінші рет болып отыр. Бірінші рет болып тұр. Сен бірінші рет атқа отырдың, значит. Мындайда, мысалы, мен қазір мен аттың үстінде тұр деп есептеңдерші мен. Сендер мысалы қазір жаяу тұрсыңдар. Сендер бір-біріңді көрмейсіңдер қазір. Менің бәрің көздерің менде, мені көріп тұрсыңдар. Сен аттың үстіне міндің, қазір чемпион болдың, сен бәрінің көзіне түстің. Сен енді келесі рет дода болғанда, сен екінші, үшінші орын қалсаң, сен жаман боласың. По-любому сен сырт көзге қайыр, шын мықты қатысау жоқ, ана-мынау деп айтасың жаңағыдай. Бұйырмады деп айтып қоясың, бірақ іште сен жаман боласың. Өйткені сен мына жерде тұрып көрдің да сен. Мына жерде тұрып көрдің, мына жерді сезініп көрдің сен. Мынаны сезініп көрген адам қайтып осына шыққысы келеді ол. Емін еркек деген мінезі болса, еркектік қасиеті болса, ол қайтып шыққысы келеді осында. Ол жерде жігіттер, міне, бәке, өзің не үшін келдің, айтшы? Ассалаумағалейкум жігіттер. Құдай қаласа бүгін үлкен жарыс болды. Рахмет сыйлап атқаныңызға аға. Мен былтыр да қатысқам. Былтыр екінші орын алғам осы жерден. Бірақ мен ол орынға келген жоқтым. Жігіттер ренжімеңіздер. Ағам арманым болатын.
жолықсам ғой ағамен жолықсам ғой, кездессем ғой деп сондай арман болатын. Біз мойындай алмаймыз ғой, чемпионды мойындай алмаймыз. Чемпион жігіт осы, ағамен күшті сөйлессек қой деген ой болған. Аллаға шүкір сөйлестік. Мен бүгін де танып жатсыздар ғой, азында келген кезде, ой, қой көтеретін бала. Рахмет, барлықтарыңызға, Алла разы болсын. Чемпион. Просто мойында көрік чемпионды. Просто қой көтердік, чемпион болдық. Ой, сіз бірінші келесіз қой дейді. Мен бірінші келмеймін. Балдар бар төменде. Және ағам айтып отыр, төбеге шыққан төмен бір түрлі болады деп. Ұтқан адам ұтылған нәрсені де көтере білу керек. Сол кезде сіз чемпион боласыз. Мәңгі бақи сіз неға шығып, олай болмайды. Обязательно бір ұтыласыз ғой. Соны көтере білу керек. Ұтқан адам емес, ұтылған адам мықты ғой негізі. Көтересің де барлық нәрсені. Жігіттер, бір-бірімізді сыйлайық. Құдай қаласа, ағамыздың жолын берсін. Әлі арамызда жастар да бар. Мысалы, кеше ғана Парижде чемпион болған жігіттер кім? Демеу ағамыз 36 жасында чемпион болып тұр ғой. Сіздер де чемпион болыңыздар, Құдай қаласа. Әлі 4 жыл бар. 4 жылда дайындалсаңыздар, результат шығаруға болады. Біреуіңіз залға барып жатсыздар, біреуіңіз әшейін кәсіби жүгіріп жатсыздар. 4 жылда олимпиадаға бару керек. Әр қазақ мықты болу керекпіз. Біз бір-бірімізді қолдау керекпіз. Сол жігіттер. Бәрекелді. Мен мысалы үшін риза болғаным, бұл бауырыма жаңа айтып тұр ғой. Сонау жерден келіп тұр да, көрдіңдер ме? Жол ол сапарда жүр қазір. Осы бізбен келіп осындай жобаға қатысу үшін, білімін дамыту үшін, бұл білім үшін келіп тұр да негізі. Үлкен нәрсе негізі мынау физикалық нәрсе емес негізі. Физикалық мықтылық емес, білімділік негізі ең мықты нәрсе. Қазіргі заманда, қазіргі мынау интернет ғаламтор дамыған заманда бірінші кезекте білім. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Міне бұл білім үшін келіп тұр негізі. Бұл білім үшін келіп тұр. Мойындап шындықты айтып тұр. Бағанағы айтылған сөздің жалғасы жігіттер. Шынайы болуымыз керек әрдайым ше. Не үшін жеңіске жеттің десе, мысалы бізде қазір спортшылардан, көп спортшылардан не үшін жеңіске жеттің десе, отан үшін, атамекен жер үшін деген сияқты әңгімелер айтады да. Негізі ол сказка. Может, мысалы, олимпиадаға баратқан азамат, ола кішкене не болатын шығар. Бірақ ол бірінші кезекте өзі үшін барады. Өзі үшін. Өзі чемпион болады. Ол чемпион болса халқының енді ол. Само собой туы көтеріледі. Бірақ қазақтың не айтамын да, біреулер айтады, мен ту үшін бардым, туды көтеру үшін бардым. Қазақтың туы сенсіз ақ көтеріліп тұр деймін да, негізінде ол төмен түскен жоқ. Просто сен қазақ елінің мәртебесін көтердің, разговор жоқ, бірақ сен бірінші кезекте өзің үшін бардың деймін. Өзің үшін бардың. Адам қай кезде мойындайды, сол кезде ол чемпион болады. Чемпион болады. Не үшін істеп жатқанын адам түсіну керек. Мен не үшін істеп жатырмын, мысалы. Сен бір кітапты алып оқисың, Абай жолын оқып жатсың, не үшін оқып жатсың оны? Сөздік қорыңды дамытқың келе ма? Или жай просто Абай жолын оқыдым деген атақ үшін оқып жатсың ба? Өз-өзіңмен, когда сен шынайы боласың, когда сен мойындайсың, сонда сенде әрдайым жетістік болады. Әрдайым сол үшін бір істі бастарда не үшін бұны істеп жатырмын деген сұрақ қойыңдар өздеріңе. Сол кезде шынайы сұрақ шығады. Сол шынайы халықтың алдында да солай шынайы сөйлейтін болсаңдар, мен мынау үшін, мен мысалы анау Жұман деген боецті білесіңдер ғой бәрін? Жұман деген. Оның арманы анасына үй әперу да. Оның анасына үй әперу арманы, сол үшін жаңағы құлағы да жыртылып жатыр, мұрны да жатыр. Ризамын ол бауырымаш. Шынайы шығып, рингте өзін дәлелдеп, белбеулер алып, енді мысалы жағдайын жасап жатыр сөйтіп ше. Солар қиын жол әрине. Бірақ шынайылық болған үшін ол халыққа танылып жатыр қазір. Танымалы болып жатыр. Ал бізде кішкене қоғамда андай нәрсе қалыптаспай жатыр да, ол американдықтарда бар. Американецтер бәрі шынайы да. Мысалы, Майвезерлерің айтады, мен ақша үшін төбелесем дейді. Конкретно, по факту мен ақша үшін төбелесем дейді. Өйткені ақшаның ар жағында көп нәрсе тұр да. Ақша ол мүмкіндік негізі. Мысалы, біздің кеңес одағы кезінде бай мен кедей деген болмады. Адамдардың бәрін бірдей қылу политикасы жүргізілді. Бізде қазір мысалы бір адам бай болам, мен бай болғым келеді десе, бүйтіп қарайды да, мынау арам, мынау арам сияқты деген сондай бір ассоциация қалыптасқан. Бірақ қазақтың ежелгі сөзі бар.
кедейдің кербезінен сақта деген. Дұрыс айтасың. Өзі кедей, бірақ өзінен сәл төмендеріп менсінбейді. Сондай азаматтар бар негізінде. Қолына шамалы дүние Иә. түскен жағдайда Сәл да. дүние түссе көтере алмайды оны. Дұрыс айтасың. Сондықтан байлық деген нәрседен қашпау керек. Байлық деген ол күштілік. Ол біздің пайғамбарымыз айтқан ғой, күшті мұсылман әлсіз мұсылманнан жақсырақ деген. Күшті мұсылман деген жаңа тауға жүгіріп шығып физически мықты болған адам ғана емес. Күшті мұсылман деген мал мүлкі бар, қолынан біраз іс келетін, сөзі жүретін. Білімді. Мысал үшін қазір депутат болып отырған ағаларымыздың біразы, мысалы жаңағыдай дін жолында жүрген ағаларымыз, мысалы мынау құмар ойынды жабуға септігін тигізіп жатыр ғой. Мысалы Руслан Берденов ағаларымыз күшті мұсылман. Сондықтан ол сөйлей алады, оның сөзі жүреді, оның сөзіне сәл мән береді мемлекет басындағылар. Ал сен әшейін біреу болып, бірақ дінде мықты болсаң, бірақ мал мүлкің жоқ, атақ абыройың жоқ болса, сен ешкім тыңдамайды. Сөзін ашу керек, мойындау керек қой, солай ғой. Сендер мысалы мені де не үшін тыңдап тұрсыңдар қазір, жиналыс үшін? Өйткені мен бокстағы жеткен жетістіктерім үшін құрметтейсіңдер мені, сыйлайсыңдар. Жағым сынды, мысалы, сағым сынбады, рингке шықтым, талай жетістіктерге жеттім, белбеулер иелендім. Сол арқылы мен қазақтың туын көтердім, сол арқылы мен өзіме абырой жинадым. Мен мойындаймын, мен абырой үшін, мен бірінші кезекте ақша үшін де емес, абырой үшін шықтым мен. Мен осылай сендердің алдарында сөйлеп тұруды армандадым. Мен осыны армандадым, мен осылай адам ерте алсам ғой, мені біреулер тыңдаса ғой. Мен шынайымын, жігіттер, мойындаймын. Мен осылай команда жинасам, жігіттер алға деген кезде атқа қонатын жігіттер артында тұрса ғой дегенді армандадым. Міне, Аллаға шүкір, аз-маз болса да қазақтың нағыз батыр жігіттері қасымда тұр. Тыңдап тұрсыңдар, құрметтеп тұрсыңдар. Бұдан артық бақыт бар ма? Бұл әңгіменің тоқ етері жігіттер, шынайылық. Шынайы болайық, иншалла. Әрдайым шынайы болсақ, кез келген салада, кәсіпте жетістікке жетеміз, жеңіске жетеміз. Және шынайы болған кезде, мысалы, өзінің адам жалқау екенін біледі, өзінің еріншек екенін мойындайды. Сол кезде мойындаған кезде ол жұмыс жасай бастайды. Так, мен жалқаумын, мен нәрселер жаттай алмай жатырмын, миыма кірмей жатыр, мен что-то мынаны қайталайым, мен что-то қолымнан шықпай жатыр. Не істеуім керек, қайталауым керек. Дэвид Гоггинс деген жігіт бар, рекордсмен, бауырымыз сияқты, америкалық. Ол енді бұл бауырымыз сияқты қошқар көтере алмайды. Бірақ ол халыққа танымал да, енді американец болғаннан. Оның айтқан бір ұнаған сөзі, саған бір нәрсе сенің қолыңнан келмей ма, қайтадан көр дейді. Ол жол келмей ма, қайтадан көр дейді. Көре бер, қайтадан көре бер дейді. Пока у тебя не получится дейді, орысша айтқанда. Сенде қолыңнан сол нәрсе келгенше қайталай бер. Ол түбі сенің қолыңнан келеді. Ана оқиға бар ғой, бір исламның ғұламасы, мықты ғұламасы. Кезінде бір андай малшының баласы болған екен. Әкесі жаңа медресеге апарады ғой, баласын медресеге апарады. Сөйтіп медреседе оқып жүреді, басына түк кірмейді ғой, оқиды, кірмейді, мүлдем кірмейді. Айтылған сөз бұлай ұшып кетеді. Мына құлағынан кіреді, мына құлағынан шығып кетеді. Сөйтіп уақыт өте төмендетіп тастайды, жаңа класс төмендететін еді ғой. Өзінің құрдастарынан төмендетіп, келесі жылғылармен оқытады. Сосын намыс көреді да, жаңа мен басыма кірмейді бәрібір. Қанша оқысам да мен тупоймын, былайша айтқанда. Маған енді басқа кәсіппен айналысу керек, немесе мен мал бағу керек, ауылға барып, қолымнан келетін сол дейді. Сөйтіп бәрін тастап, ауылына қарай қайтады ғой. Енді ол кездердегі сапарлар біздегідей жаңа самолетпен ұшып бара салу, пойызбен бара салу емес. Жаяулатып, атпен барады, атпен барса да бірнеше күн жүреді. Сөйтіп жолда кетіп барады, бір үңгірдің ішіне қонады. Қонады да таңертеңгісін тұрса, бір ненің тамшының, судың тамшылап тұрған дауысын естиді. Қараса бір су бір тасқа тамшылап тұр екен. Чук деп. Сөйтіп қараса, ана тасты ана су тесіп жерген екен. Тас тесіп жерген екен. Су, ойлаңыздаршы, су деген жұмсақ қой. Мүлдем даже
жұмсақ деп айтуға да келмейді ғой, сезілмейтін нәрсе ғой. Сөйтіп ананы көреді да ойлайды ғой, ойланады ғой, мынау су, мынау қатты тасты тескен болса, менің миым тас емес қой. Мен де оқи берсем, менің де миыма кіретін шығар дейді да, кері қарай бұрылады да, жаңағы университетке барып, медресеге барып, қайттан оқып, түбі сол тарихта аты қалған ұлы ғұлама болады. Мен атын есімде жоқ, қателесіп айтпай-ақ қояйын, нақты болмағаннан кейін. Бірақ өте мықты ғұлама болған. Содан қарап, біз қайтпау керек екен, қайталай беру керек екен көреміз. Мен өзім де жалпы примермін. Мен талантым жоқ боксшымын негізі. Мен талантты емеспін. Мен кішкентай кезімде, қазір мысалы Айдос Ербосынұлы десе, көбісіне қайтпас, қайсар мінезді жігіттің, жаңағы бір батырлықтың образы елестейді. Өйткені мен осындай болғым келді, шын айтам. Мен осындай болғым келді. Бірақ мен бала кезімде бұндай емес едім. Мен өте физически әлсіз едім мен. Мен бастауыш сыныптарда оқығанда өте физически әлсіз болдым, бірақ қабілетім болды. Футбол ойнауға, баскетбол ойнауға, жалпы сабақты жақсы оқыдым. Бірінші класстан анау фундамент мықты болса дейді ғой, бала кезде мен сабақ білімге жақсы мән бердім. Бірақ уақыт өте келе мен жаңағындай мықты болу керек екенін сезіндім да, мен әкем боксқа берді. Сөйтіп уақыт ақырын осы күйге жеттім. Бірден болмады бұл. Әрқайсың мысал үшін физикалық тұрғыда мықты бола аласыңдар, әрқайсың ақылды бола аласыңдар, білімді бола аласыңдар. Соған сену керек, соған қарай әрекет жасау керек, қайтпау керек жігіттер. Уақыт 2017-тен бері тоже дайындалдым. Қошқар көтерумен бірге жүгіріп жүрдім. Постоянно жүгіріп жүрдім. Жігіттер, міне араларыңда міне қараңдаршы, легенда ғой. Көп. Міне аңыз адам негізі. Рахмет. Бұны мысалы кез келген адам істей алмайды. Бірақ кез келген адам істей алады, бірақ нәпсісін жеңе білу керек. Бұл нәпсісін жеңген. Сонымен қазақтың балдары тұрмайды, рекордқа дедік. Орыс тұрмасын деді, мен шамалы бөлінемін, ренжімеңіз ағай. Мен қазақ тұрсын деймін. Барлық жерде қазақ. Мысалы, сіздің өзіңіздің фирмаңыз бар да, мысалы. Мен өзім фирмам бар. Сіздің өзіңіздің мысалы неңіз бар, жаңа логотип дейді ғой. Сондай өзіңіздікі бар, мен өзімдікі бар мысалы. Сондай нәрсені Қазақстан ішінде таластыру керек та. Ал шетелге шыққаннан кейін Қазақстан болып шығу керек та, мысалы. Мен ойымда сондай. Қазақ тұрсыншы дедім, мен былтыр 581 километр жүгірдік. Қазақ тұрсыншы деп 3800 рет Қошқар көтердік әлем рекордына. Аллаға шүкір орындадық. Бірақ оңай болған жоқ. Ұйықтай алмай қалған кездер болды. Істей аламын ба, істей алмаймын ба? Халық қолдай ма екен, қолдамай ма екен? Бірақ Аллаға шүкір істедік. Бірақ план бар. Ендігі жылдары ол істемей тұрып айтпаймын, бірақ планда қойдық, істейміз соны. Содан кейін көресіз деп алған нәрсе. Құдай қаласа. Айтпа, счастье любит тишину дейді орысша айтқанда. Кейбір нәрселерді айту керек, кейбір нәрселерді айтпау керек. Болашақта болатын өзіңнің жоспарларыңда көп бөлісе бермеу керек. Өйткені мен мысалы қазір жаңа айтып отырмын шынайы. Мен осылай артымнан адам етіп, осылай мені тыңдағанын қаладым. Және оған Аллаға шүкір міне жетіп жатырмыз. Бірақ мен сол кездерде айтпайтын едім. Мен осындай болғым келеді деп. Ол менің ішімде болды. Ол менің сырым болды. Алламен менің сырым болды. Аллаға ғана айтам. Кейбір нәрселер бар, жігіттер. Аллаға ғана айтатын нәрселер бар. Аллаға ғана айтылатын сырлары бар. Аллах тағала бізден күре тамырымыздан да жақын дейді, ойлаңыздаршы. Күре тамыр деген мына жерде ғой бізге ең жақын нәрсе. Аллах тағала бізден осыдан да жақын дейді да. Кез келген дұға тілегің болса, Аллаға айт, Аллах тағала жақын. Пендем алақанын жайып менен сұраса дейді Аллах тағала. Мен ол тілегін бос қайтаруға ұялам дейді да. Әлемдердің Раббысы бізді жоқтан бар еткен Аллах тағаланың өзі солай ұялам деп тұр да. Ойлаңыздаршы. Біз көбінде өзіміздің әрекетімізге сеніп кетеміз да. Әрине түйеңді байла, одан кейін Аллаға тәуекел ет деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Ол жерде бір бәдәуи келеді да, жаңағы пайғамбарымыздың шатырына түйесін байламай кіріп бара жатады. Сол кезде пайғамбарымыз айтады, түйеңді байламайсың ба дейді, қашып кетеді ғой дейді. Сол кезде жаңағы бәдәуи, жоқ мен Аллаға тәуекел еттім дейді. Сонда ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам
түйеңді байла дейді бірінші. Содан кейін барып Аллаға тәуекел ет дейді. Бұл жалпы бүкіл адамзатқа, бүкіл мұсылмандарға мотивация болатын хадис. Яғни, мысалы сен бір спорттан, мысалы кім қошқар көтеруден жеңіске жеткісі келді ма, ол түйесін байлады. Түйесін байлағаны, әрекет жасағаны. Яғни, тренировка жасағаны. Мысалы мен жарыста жеңіліске ұшырасам, былай айтам, мен түйемді жақсылап байламаған екенмін дейді. Түйемді жай бүйтіп күрмеп байлай саған, бүйтіп шешіліп кететіндей байлай саған, жақсылап қаттылап тұрып, нықтап байлап, сосын барып Аллаға тәуекел ету керек та. Ал мысалы сен өзің жаттығу жасамайсың, үйде демалып жатсың, аяғын көтеріп қойғансың. Даже бүйтіп тілемейсің да, жатып алып аяғыңды көтеріп қойып тілейсің. Алла тілесең берем деді ғой деп жатсың. Одан кейін мынандай ғой, ең қымбат нәрсе уақытта. Мен мысалы өзім уақытқа қатты мән беретін адаммын. Менің бір күнім босқа өтсе, мен қатты жаман болам. Стресске түсіп кетем. Сондықтан мен барынша уақытымды қазір осы соңғы бір 2 жыл болды. Расписаниямен жүрем, жазып тастаймын. Мысалы, осы айға жоспарым осындай. Айдың басында бір қарап алам. Жылдық жоспар жазам. Сайдмұрат Давлатов деген миллионер ағамыз бар ғой, тәжік. Сол ағамыздың нелерін, кітаптарын оқимын, жалпы видеоларын көрем. Сол кісінің айтқан бір несін, әдісін пайдаланып бастап, нәтижесін, жемісін уже көріп жатырмын да. Мысалы, әр 10 жылға жоспар жазады деген ол кісі. Мен қазір 33-ке осы жақында толам. 32-ден 35-ке шейін жазайын дедім. 35-тен 45-ке шейін, 45-тен 55-ке шейін, сөйтіп 100 жасқа шейін. Сөйтіп мен біразын жаздым, 55-ке дейін жаздым қазір. И осы 32-ден 35-ке шейін жазған жоспарымның ішінде қазіргі мініп жүрген көлігімді жазған екем. Kia Sorento су жаңасын алам, салоннан алам деп жазған екем. Мен соны оққан кезде таңғалдым. 2 ай бұрын ғана жазған екем, бірақ есімнен шығып кеткен ана нәрсе. Соны бір қайталап жазайыншы деп, қайталап көрейінші деп, қайталасам ішінде тұр ғой. Toyota Highlander, Kia Sorento. Әкеме Toyota Highlander әперем, өзіме Kia Sorento алам. 35 жасқа шейін дедім. Енді әкеме әлі әпермедім. Алла нәсіп етсе. Жақсы жармыс дейді. Ол жақсы жармыс деген сөздің негізі ол өте үлкен мотивация не ғой, мақал ғой. Жақсы жармыс дегеннің мынандай да мағынасы. Мысалы, жетістікке жету 100% болатын болса, соның 50% жақсы сөз деген сөз да. Жақсы сөз деген сөз. Қазақ деген ол біздің жүрегімізде, мысалы, менде өзімде ол нәрсе бар да. Өткенде мысалы мен ана дворда қазақ балалардың ойнап жүрген, орысша сөйлеп жүрген көріп, мен өзім сол жерге қазір көшіп бардым, сол жерде тұрам. Көрем да ана қынжылам ғой, жаман болам. Әлі сөйтіп жүр олар, әлі сөйтіп жүр. Ата-аналар мені сотқа берген ғой, не айтасыздар? Ата-аналар маған мені сотқа берген? Қазақ кісілер? Әкесі берген қойшы, ер адам. Менің бетіме айтуға духы жетпейді. Ментке барып, заявление жазып тастаған атымнан. Қайсысы десем айтпайды. Мен айтпа деп айтып кеткен ғой, өйткені қорқады да. Мысалы, қараңдар жігіттер, мен қазір мен сол негізі жаңа айтып отырмын ғой, шынайы болуымыз керек деп. Мен қазір шынайы бір әңгіме айтайын. Менің подписчигім мысалы 242 мың. Мен еще біразын удалить еттім, одан көбірек болған. Негізі менің подписчигім миллионнан асатын еді. Өйткені мен әлемдік деңгейге шықтым. Осы СНГ-ның подписчиктерінің өзі маған былай жететін еді негізі. 1,5 миллион подписчик менде жиналып кетер еді. Бірақ мен не үшін подписчик менде аз? Мен өйткені ұлтжанды азаматпын. Маған тек қана қазақтар тіркеледі. Маған боксты сыйлайтын бірен-саран басқа ұлттар тіркелмесе, боксым үшін құрметтейтін басқа өзге ұлттар мені танымайды да, шыны керек. Енді осы арада менің қатты жаңағындай танудан гөрі мен ұлтымның маңыздырақ болды да мен үшінші. Бірінші кезекте мен өз ұлтымды құрметтеп алайын, өз тілімді құрметтеп алайын. Егер қаласа, мен әйгілі чемпион болып жатсам, әйгілі абсолютный чемпион болып жатсам,
аңыз адам болып жатсам, өзге ұлттар қазақ тілін үйренеді, менің тілімді түсіну үшін дедім да мен. Сөйтіп мен жасадым, бірақ енді әлі де өмір алда, бокспен өмір бітпейді. Басқа да кәсіптер бар. Иншалла, біз өзге ұлттың тілін үйрену үшін емес, өзге ұлт біздің тілімізді үйрену үшін. Әрине, тіл білген кемшілік етпейді. Мысалы, орыс тілін біл, ол Қытай тілін біл, мысалы. Иә, біл, ол білімділік, ол жақсы. Бірақ өз арамызда қазақ пен қазақ қазақша сөйлесуіміз